Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз өзін-өз тану пәні бойынша 19-шы сабақты өткелі отырмыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сыныптағы достық. Сабағымыздың құндылығы ақиқат, қасиеттері ақиқат, бірлік, ынтымақ, татулық. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға ақиқат пен жалғанды ажырата білу, татулық, бірлік туралы ұғымды ұғындыра отырып, ақиқат құндылығының мәнін ашу. Үй тапсырмасын тексерейік, балалар. Үйге Қуаныш Шембайұлының аптаның ақырғы күндері үзіндісін оқып келуге берген болатынбыз. Сол мәтін бойынша сұрақтар қойғым келеді, балалар. Достық туралы ойларыңды мәтінмен байланыстырып ортаға салыңдар. Достар арасындағы ізгі қарым-қатынасқа кедергі келтірмеу үшін не істеуіміз керек? Досқа адал, қамқор болу үшін адам бойында қандай қасиеттер болуы тиіс деп ойлайсыңдар? Достар арасындағы сенім мен құрмет қайткенде тереңдей түседі. Ол үшін не істеуіміз керек? Ал енді, балалар, бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі. Айнымас досы бар адам, ең бақытты адам. Халық мақалы. Балалар, дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Сонымен қатар, дос алдындағы қандай парызым бар деп ойлайсыңдар? Бүгінгі достық тақырыбына арналған сабағымызға байланысты мұғалім сыйы екі дос ертегісі туралы әңгіме оқып берейін, балалар. Ертеде ел арасында жаугершілік жиі болған кезде қазақтың екі жауынгері төс қағысып дос болады. Бірде әскерлер бір өзеннің бойына шатыр тігіп дамылдайды. Сонда тұтқиылдан жаудың қаптаған қалың тобы шабуыл жасайды. Тонаған мал мүліктерін тиеп кетеді. Қолға түскен қазақ жасағын айдап әкетеді. Әлгі екі достың біреуі жау қолына түседі. Досының қолға түскенін естіген екінші батыр күздің қара суығын елеместен өзенді малтып өтіп, жау жатқан жағаға келеді. Анталаған жау әскерлері оны тарпа бас салады. Жауынгер өзін қолбасыларына алып баруын өтінеді. Алып барған соң ол жаудың қолбасына: «Мен қолдарыңа түскен бір жауынгерге құн төлеп сатып алуға келдім. Менің оған айырбасқа берер мал мүлкім жоқ. Бірақ нәрсе беремін. Ол өзімнің өмірім. Досымды босатсаңдар, ол үшін өзімнің өмірімді қияр едім», дейді. Қолбасшы ойланып отырып оны сынамақ болады да: «Жарайды, мен сені қыршыныңнан қимай-ақ қояйын. Маған сол өміріңнің бір бөлшегін қана берсең болды», дейді. «Ол не?» деп сұрайды досын құтқаруға келген жігіт. «Маған сенің көздерің керек», дейді қолбасшы. «Ол да болсын, көзімді алда, досымды босат», дейді жігіт. Ол бұл сыннан тоқтаусыз өтеді. Әлгі жауынгер тұтқыннан босанған досының иығына қолын артып, зағип күйі қуана күлімдеп келе жатады. Мұны көрген жаудың қолбасшысы: «Мұндай ерлері бар халықты тұтқиылдан келіп, қапыда бас салған жағдайда болмаса, бетпе-бет ұрыста жеңу өте қиынға соғар», деп ойлайды. Сөйтіп өзінің әскерлеріне шегінуге бұйрық берген екен. Міне, балалар, бұл әңгімеден не ұқтыңдар? Бұл мәтіндегі достардың бір-біріне деген адалдығын қалай түсінесіңдер?
Яғни балалар, адал достық дегенде нені түсінесіңдер? Жақсы дос бойында қандай қасиеттер бар? Өздерің достарыңа көмектескен кездерің болды ма? Міне балалар, бүгінгі сабағымыз достық жайында өте бір керемет өтті деп ойлаймын. Ал енді осы мәтінге байланысты шығармашылық тапсырма балалар. Бірінші тапсырма: төменде берілген мақалдарды оқып, достық туралы ойларыңды эссе түрінде жазыңдар. Досыңмен дос болғанға шаттан, дұшпаныңмен дос болғаннан сақтан. Досың 1000 болса да аз, дұшпаның 1 болса да көп. Ақылсыз достан ақылды дұшпан артық деген. Ал ендеше балалар, үй тапсырмасы. Бүгінгі 19 сабақ бойынша 3-ші тапсырма: ақын Айтқали Нәріковтың достық туралы өлеңін оқуға. 2-ші 20-ші сабақ бойынша оқулықта берілген Қалихан Ысқақтың Қоңыр күз еді үзіндісін оқып, сұрақтарға жауап береміз. Назарларыңызға рахмет.